Егер сен өзгөргүң келсе, егер сен өзүң таанагың келсе, мен бир түшүнгөнүм, сен өзүңнүң өмүр сүрүп жүргөн ортаңнан чыгууң керексиң эң биринчи. Эмне үчүн деген суракка жооп керек. Ол жауабын мен саған айтайын. Ол үшін сен қасыңдағы сенің араласың адамдарыңның барлығының басында сенің образың бар. Сенің образың, қалыптасқан образың бар. Сен мынандайсың. Мынау алады да, анау анандай, анау біреуге сен жақсысың, біреуге доссың, біреуге бауыр, біреуге ағасың, но бірақ та бәрінің басында бір образ бар. Сен өзің танығың келеді, өзгергің келеді, сен ойыңмен бөліскің келеді, басқалай әрекет жасағың келеді. Но бірақ та ол кісілермен кездескен кезде, таныстарыңмен, достарыңмен, олар алады да басындағы образмен сөйлеседі. Сені көреді де, сенің образы шығады. Сен мынандайсың деген басында қалыптасқан шаблоны бар. И сонымен сөйлеседі. Ал сен басқалай әрекет етесің, олар түсінбейді. Олар қабылдай алмайды. Өйткені адам өзгөрді деген нәрсені қабылдау оңай емес. Сондықтан сен өзгөргің келсе, сен сол қоғамнан шығуың керек. Сен ауылда отырсаң қалаға, қалада отырсаң басқа қалаға, как минимум басқа ортаға өтуің керексің. Сол кезде мысалға мен секілді сен басқа мемлекетке кетіп қалуың мүмкін. Мен Қытайда жүрмін ғой қазір. Мен оны түсінгенім, мен Таиландқа бардым. Таиландта жүрдім де өзімді тани бастадым. Оказывается, мен басқандай екенмін ғой, оказывается, мен мынандай нәрсе істей алады екенмін ғой. Өстіп Таиландта жүрдім. Таиландтан Лаосқа өттім. Лаоста жүрдім де Лаоста да өзім тани бастадым. Жаңадан, жаңа қырымнан, жаңа заттар істеп, жаңа қадамдарға басып, Лаостан Вьетнамға бардым. Вьетнамда біраз жүрдім. Вьетнамда жүрдім де Вьетнамнан Қытайға өттім. Қытайдан Қазақстанға қайттым. Қазір қайтадан Қытайдамын. Мен ол кездері ақшам мүлде аз. Мен хостелдан хостелға, мен кереметтей клубтарға бармадым. Кереметтей андай тусовка болған жоқ менде. Мен путешественник, турист емес, мен путешественниктер секілді рюкзагымды асып алып, мен американец шалға интервью бердім. Мен сол жерде әзірбайжандармен таныстым. Таиландтан кеме түрмесінен қашқан бір евреймен таныстым. Әртүрлі адамдармен кездестім. Американец, англичанин, француз, көп адамдар, европалық адамдар, путешественниктер, туристический дайын гостиница, дайын андай all inclusivта жүрмейді. Олар қызық адамдар бөлек жерде жүреді. Сыртқа шыққанда бөліп қалмайсың, ештеңе болмайды кереметтей қорқынышты. Егер сен өзгөргің келсе, егер сен де өзіңді танығың келсе, егер білмесең қайда барарын, кімге барарын, менің есігім әрдайым ашық. Көмек керек болып жатса, мен басқа адамдармен тең дейді, адамның сенімен сөйлесем. Ол қалай? Адамның сен туған туысыңа, таныстарыңа бәріне сен жақсы жағын көрсетесің. Мен ха дейсің. Мен сол сен сөйлесіп тұрған кезде артында не жасырып тұрғанын көріп тұрам да, содан кейін айтам, сен мынандайсың, сен мынаны істеген кезде былайсың. Сен ішіңнен ашу, ыза шығады, сен именно сол мен қоя себе андай мындай деп сенің ашуың шығады. И сол кезде мен сенімен сөйлесем, ашуыңмен қоса сен мынау былай, мынау мынаған әсер етіп тұр, сен ашық бола білесің. Мен айтқан кезде сен тыңдай білесің. И содан кейін сен өзіңнің көлеңкеңді өзіңмен бүйтіп алып келесің де танысасың. Мынау мына үшін екен ғой, осылай екен ғой дейсің. Өзіңді танисың да и жеңілдейсің, наоборот. Маскаңды тастайсың, андай груз, мен осындай болу керек елдің алдында деген масканы тастайсың да, и менің алдымда сен бір адам болады да, сенің алдында, соның алдында өзіңді еркін ұстайтын бір адам болады. И сол адамны алдында өзіңді еркін ұстай білгеннен кейін уже сен ойлайсың, әлем мені өзімді шынайы қабылдай алады екен ғой. Шынайы менімен қалай, мені бетім маскамсыз мен адам қабылдайды екен ғой. Бір адам болса да бар екен ғой дейсің. Сол арқылы сен өзгересің. Мына жақта жүресің, бұрын таныс тамырың жоқ, тілді білмейсің. Сен өзіңмен өзің әртүрлі ситуацияда қалай болады, не болады, соның бәрін тығырықтан шығып үйренесің. Белгісіздікте өмір сүріп үйренесің. Ең керемет зат белгісіздікте өмір сүру. Ал сен белгісіздікте өмір сүріп үйреніп алғаннан кейін басқа жақтың барлығы саған уже жеңіл болады. Фоновый тревога кетеді. Фоновый тревога болады ғой адамда. Постоянно уайым болады ғой, сол алтта сол шығады. Өзгергің келсе, хабарлас, жаз. Кел, менің есігім әрдайым ашық.